Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Ақерке. Бүгін біз сіздермен өте дәмді әрі оңай жасалатын ұн қуырдақ жасайтын боламыз. Ол үшін бізге бар жоғы ет, пияз және де тесто керек болады. Ең алдымен етіміз бен пиязымызды ұсақтап турап алып, қызып тұрған табаға салып, қатты қуырып аламыз. 5 минут бетін жауып, ешқандай араластырмаймыз. Одан кейін 5 минуттан кейін дәл осылай видеодағындай араластырып, барлығын астын басып қойып қоямыз. Өз бабында қуырылады. Оған дейін біз тестамызды дайындаймыз. Ең алдымен тестамызға, ұнымызға бір жұмыртқамызды салып, тұзымыз бен суымызды араластырып алып, осылай өте қатты тығыздықта емес, орташа тығыздықта тестамызды илейтін боламыз. Дайын болған тестамызды 15 минутқа қойып қоямыз. Тындыруға. Оған дейін мінекей қуырылып жатыр. Етімізді бір көріп араластырып аламыз. Тұз бұрышын дәміне қарай салып қойсаңыздар болады осы кезде. Және де мен соевый соус қостым. Сіздер де соевый соус қоссаңыздар, еттеріңіз жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Жақсылап араластырып, бетін жауып, тағы да қойып қоямыз. Осы уақыт аралығында 15 минуттан кейін мінекей тестамыз тынып шықты. Енді жұқалап жаямыз. Өте қатты жұқа жаймаймыз. Кәдімгі кеспеге жайғандай қылып жаятын боламыз. Мінекей тестамызды жайып алдық. Оны дәл ортасынан осылай 4-ке бөліп шығамыз. 4 бөлікке бөлінген тестамызды қызып тұрған табада осылай ары-бері 2 бетін пісіріп аламыз. Кезек-кезек қойып, барлық жағын қойып шығып, өсіп пісіріп аламыз. Кәдімгі лаваш сияқты. Одан кейін осылай 3 бөлікке бөліп, қол кеспе ұқсатып, ұсақтап турап шығамыз. Бір-біріне жабыспай жақсы шығады. Қазір қазанға салғаннан кейін барлығы бір-біріне жабыспас үшін үстіне сұйық май құямыз. Сұйық маймен жақсылап араластырып аламыз. Жаңа қуырылып жатқан тестамызға, етімізге 1 кесе су құятын боламыз. Одан кейін осы суымыз қайнағаннан кейін бетіне жаңағы тестамызды салып 7 минутқа қоямыз. Бұл тез пісіп шығады, өйткені жаңа біз табада жеке пісіріп алдық. Мінекей 7 минуттан кейін осылай, дәл осылай шашырап тұрып пісіп шығады. Өте дәмді болады, барлықтарыңызға жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Ас болсын.